Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін бисквитті балды торт жасап үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз кремін дайындап қоятын боламыз. Ол үшін сүтімізге шекер салып, және де бір жұмыртқа, артынан 3 ас қасық ұн салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Енді сүтімізді газға қоямыз. Асты орташа болып жанып тұру керек. Үнемі араластырып отырыңыздар, себебі жұмыртқасы пісіп, асты күйіп кетуі мүмкін. Қайнағанға дейін күтеміз. Міне біздің сүтіміз осылай қоюланады. Осылай қайнап бастаған кезде оттан түсіреміз. Креміміздің бетін міндетті түрде целлофанмен немесе пищевой пленкамен тигізіп жауып қоямыз, яғни контакт. Бөлме температурасында суытамыз. Енді тортымыздың қамырына кірісеміз. Ол үшін жұмыртқамызға шекерімізді аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Жұмыртқамыз аппақ болып көпіріп шығу керек. Енді осы жұмыртқалы массамызға сұйық майымызды құйып миксерлеп аламыз. Енді бөлек ыдысымызға бал салып, оны газға қойып ертіп аламыз. Еріп қайнауға жақындаған уақытта асты содасын салып, үздіксіз араластырып отырамыз. Міне бізде бал осындай карамельный түске ену керек. Сол уақытта үстіне май салып, майымыз ерігенше газда ұстаймыз да, содан соң оттан түсіреміз. Енді жұмыртқалы массамызбен балды біріктіреміз. Ол үшін миксерлеп отырып, балды аз-аздан қосамыз. Ұнымызға ас содасын салып араластырып аламыз. Жұмыртқалы массамызға ұнды аз-аздан електен өткізіп аламыз да, лопатканың көмегімен араластырамыз. Немесе миксер қолдансаңыздар да болады. Енді ыдысымызға құямыз. Бізде осындай сұйықтау масса шығады. Жартысын салыңыздар. Бізде 2 корж шығу керек. 2 қамырымызды да 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Креміміз суыған соң миксерлеп аламыз кішкене. Үстінен бөлме температурасында еріп тұрған майымызды саламыз. Тағы да бір келкі масса болғанға дейін миксерлейміз. Май мен кремнің жылулығы бірдей болу керек. Әйтпесе іріп кетуі мүмкін. Біздің креміміз осындай болып шығады. Піскен корждарымызды ортасынан 2 бөлікке бөліп дайындап аламыз.
Барлығы бірдей болып шығу үшін мен осылай жанын кесіп аламын. Соңынан оны үгітіп, бетіне себуге дайындап қоямын. Енді тортымызды жинаймыз. Әр бөлікке менде 3-4 ас қасық крем кетті. Барлық жеріне біркелкі етіп жағып шығыңыздар. Тортымызды жинап болдық. Мына соңғысы. Барлық жағына крем жағып шығамын. Шетіне де жағып шығыңыздар. Жаңағы торттың шеткі бөліктерін үгітіп дайындап алдым. Енді осыны орналастырып шығамын. Сіздер осымен толықтай қаптап шықсаңыздар да болады. Енді мен ортасына осындай посыпка дайындадым. Оны мүлде істемей қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Ол міндетті емес. Осы тортты жасап көрген кеңес беремін. Себебі үйге келген әрбір қонақ осы тортты мақтап кетеді. Торт бір күн бойы тоңазытқышта тұрды. Міне іші осылай шыққан. Өте жұмсақ, нәзік, крем сіңіп керемет болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.